Басқа да ақпараттар. Мемлекеттік қызмет істері департаменті мен жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы арасында ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылған болатын. Осыған сәйкес сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу бойынша атқарылатын жұмыстар жобасы бекітілді. Жоба аясында Адал жол тобы темір жол саласында кезекті рейдтік шарасын ұйымдастырды. Сыбайлас жемқорлық дертін дендетпес үшін департамент мамандары әрдайым түсіндірме жұмыстарын тұрақты жүргізіп келеді. Адал жол жобалық тобы бір жылдың ішінде пойыздарда билетсіз жүрген 37 жолаушыны анықтаған. Осы бойынша 13 жолсерік әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жобалық топ құрылғаннан бері 37 билетсіз жүру фактісі анықталып, 13 жолсерікке әкімшілік хаттама толтырды және 80 техникалық және санитарлық нормалар бұзылған үшін осындағы кемшіліктер анықталған болатын. Аталған кемшіліктердің бәрін талқылап, тиісті ұсыныстар берген болатынбыз. Кезекті тексеру барысында вагондардың санитарлық тазалығы талапқа сай келмейтіндігі анықталды. Негізінде төсек жабдықтары 6 айда бір ауыстырылып тұруы тиіс. Комплексімен ашылмаған. Оларда пешат болу керек. Қашан берілген туралы ешқандай пешат жоқ. 5 сентябрь 2018 дейді. Онда уже 7 ай 8 ай кеткен. 2 январь 2 январь 2018 бір жылдан асып кеткен, бір жарым жыл болды. Алматыдан Атырауға бағыт алған жолаушының бірі Қасым Қалиев. Ол пойыз тіркемелерінің ескілігі мен вагон ішінің тазалығына көңілі толмайтынын жеткізді. Жасыратын ештеңесі жоқ, вагон ескілеу. Жаңағы төсек орындарда оншалық не емес, матрастары особенно. Жаңағы туалет жағы да кішкене ыңғайсыздау, бастау жаңағы ескі болғасын. Унитаздары, жуынатын неде кранттары да онша лайықты емес былай. Жолда кішкене қиындау. Сонымен қатар жобалық кеңсе шаралар аясында вагондардың санитарлық тазалығы мәселесіне бөлек басқа да техникалық кемшіліктер анықталған. Тексеру барысында бір вагон анықталды. 12-ші вагон, заводской нөмірі 12002 деген вагон. Жаңа айтамыз ғой, техникалық қызмет 3-ші деген тотри деп айтамыз. Соны өткен туралы еш жерде белгіленбеген. Вагонның O8 деген кітабы бар, O8 деген. Сонда жазылмаған. Енді ол көрсетілмей қашан өтті, бірақ жолға рейске шығарған. Ол пассажир тасымалдап жүр жолаушыларды. Сондай қателіктер бар, кемшіліктер. Сол жаңа пассажирлер ғой көбісі. Оның бәрі сұрап өтіп кеткен. Ішінде 2 жыл болған пассажирлер бар. Аталмыш олқылықтар ескеріліп, алдағы уақытта өз шешімін таппақ. Ал департамент тарапынан бақылау жұмыстары ұдайы жүргізіліп тұрады. Адылжан Бердиев, Бекболат Давденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.